Сәлем достар! Бүгінгі видеода сіздермен мандариннің қысқаша тарихына шолу жасап, оны қанша жегенде пайдалы екенін айтып, және зиянды жақтары жайлы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ал бастайық, сіздер каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Мандариннің отаны Қытай елі. Ол 19 ғасырдың басында Еуропаға жетіп, Испания, Марокко мен Түркияның негізгі өсіретін жемісіне айналған. Сондай-ақ Абхазия мен Грузия, Франция, Япония, Үнді, Қытай елдері де көптеп өсіреді. Жаңа жылда мандарин сыйлау дәстүрі көне Қытайдан қалған. Ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Сол үшін де олар қонаққа бара жатып, 2 мандаринді сыйлыққа алатын болған. Өз кезегінде үй иесі де кетіп бара жатқан қонағына 2 мандарин сыйлаған. Қытай тілінде 2 мандарин деген тіркес алтын сөзіне ұқсас естіледі екен. Бұл дәстүр байлықты шақыру деген ұғымда пайда болған екен. Жаңа жыл мандариннің қаптайтын уақыты. Бұл жеміс мерекелік көңіл-күйді беріп қана қоймай, емдік қасиетке де ие бірден-бір жеміс болып табылады. Мамандар мандариннің калориясы өте аз екенін айтады. Ол дәруменге өте бай, тиісті мөлшерде пайдаланса, ағза үшін өте пайдалы жеміс. Мандариннің пайдасына тоқталып өтейік. Мандариннің құрамында әртүрлі қышқыл А, Д, К дәрумендері, калий, магний, темір, фосфор, натрий және кальций сынды минералдар бар. Қабығында эфир майы, пигмент пен каротин болады. Әсіресе қыста жегенде дәрумендердің жетіспеуін толықтырып, иммунитетті көтереді. Сондай-ақ бұл жемістің құрамында табиғи антисептиктер бар. Барлық цитрусты жемістер секілді, бұл да суық тиген кезде тез жазылуға көмектеседі. Қабығында 1-2% эфир майы және пигменттер, мәселен каротин бар. Ыстық сусынға мандариннің цедрасын қосып ішу қақырық пен жөтелге көмектеседі. Эфир майы тыныштандыратын әсерге ие, стрессті жеңілдетуге, ұйқы мен денсаулықты жақсартуға оң әсерін тигізеді. Мандариннің тағамдық құндылығы аз, жеңіл жеміс саналады. Ол иммунитетті күшейтіп, ағзадағы токсиндерді шығарады, көңіл-күйді көтеруге де септігін тигізеді. Бірақ құрамында қант көп, соған қарамастан салмақ түсіруге, асқазан жұмысы мен зат алмасуды жақсартуға қауқарлы. Дәрігерлер мандаринді көп мөлшерде жеуге болмайтынын айтып ескертті. Мамандар күніне 4 мандариннен көп жесе денсаулыққа зиян. Оларды күн сайын жеуге болады, бірақ көп жемеген жөн, дейді олар. Мандаринді жақсылап жуып жеу қажет. Себебі ол ұзақ сақталу үшін оның қабығы ағзаға қауіпті затпен өңделуі мүмкін. Дәрігерлер мандаринді шектен тыс жеу аллергияның пайда болуына алып келетінін айтады. Яғни іш кеуіп, асқазан ішек жолы созылмалы аурулары асқынуы мүмкін. Сондықтан 2-3 жастағы балаларға көп беруге болмайды. Ал аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын қабындырып, жараны асқындыруы мүмкін. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға аз жеген жөн. Сондай-ақ мандаринді гепатит пен холецистит және нефрит ауруларына шалдыққандарға жеуге болмайды. Көп жеген мандариннің каротині мен А дәрумендері бауырға салмақ түсіріп, бауыр ауруларын асқындыруы мүмкін. Назарларыңызға рахмет, каналға жазылып тіркеліп отырыңыздар. Келесі аптада 1001 кеңес арнасында жаңа пайдалы ақпаратқа толы видеоны тамашалаңыздар. Мандаринді өз шәретінде жеп, тек қана пайдасын көріңіздер.